Арма қадірменді күнмен күлімдеп таммен таласа оянған ардақты көрермен, баршаларыңызға қайырлы таң. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Бүгін жұма күнгі жаңа күн өз эфирін бастайды. Сіздермен әдеттегідей Байтұрсын Жұмабай және мен Салтанат Бауыржанқызы. Мінекей қасиетті жұмада келіп жетті. Алда 2 күн демалыс, бүгіннен бастап әдеттегідей алдағы демалыстарыңызды қалай өткізетіндеріңіздің барлығын жоспарлай отырыңыздар. Құрметті көрермен, осыған орай сіздердің бүгінгі күндеріңіздің керемет болуына да біз атсалысатын боламыз. Далада жаңбыр жауып тұр, бірақ та сіздердің көңілдеріңіздің бір керемет бір реңкке боялуы керек. Себебі жаңа күн сіздерге арнап керемет ақпараттар мен қызықты деректер дайындап қойды. Міндетті түрде алдағы 2 сағат бойы аймақтың басты арнасынан ажырамаңыздар. Қадірменді көрерменді тікелей эфирдеміз. Әуелетіп ән тыңдап алғаннан кейін таңғы хабарда сіздермен бірге жалғастырайық және естеріңізге сала кеткіміз келіп отыр. Биыл жұмысшы мамандықтар жылы бізде студиямызда күн сайын жұмысшы сала мамандармен сұхбат өткізудеміз. Ендеше құрметті көрермен, студиямызға келіп жайғасқан алғашқы мамандарымызды, қонағымызды өздеріңізге жақынырақ таныстыра өтсек. Бүгін бізде қонақта химиялық лаборант Ания Қасаева және де Арыстан Нұрмұхаммед, техникалық оператор. Қош келдіңіздер. Қайырлы таң дегіміз келеді. Павлодардағы осындай мұнай химия зауытында қызмет атқаратын жандар дәл қазір біздің төрімізге келіп отыр. Енді біз жиі еститін, бірақ қызметіне үніне бермейтін мамандықтар деп жиі естіліп жатады. Дәл қазір өздеріңізге тоқтала кетсек, бірінші Ания ханым, өзіңіз лаборант химиялық зауытта немен айналысады екен, бізге қызық, өзіңіздің жұмысыңыз туралы айтып берсеңіз. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Ания. Павлодар мұнай химия зауыты, санитарлық зертханасы, химиялық талдау зертханашысымын. Менің жұмысым ауа мен судан сынама алу, талдаулар жасау, физикалық факторларын өлшеу байланысты. Сондай-ақ ерітінділер мен реактивтерді дайындау. Біз объекттердің белгіленген санитарлық нормалар мен стандарттарға сәйкестігін қамтамасыз етеміз. Сол? Негізгі жұмыс, негізгі. Көптеген химиялық зерттеулер жұмысыңыздың бір міндеті, маңызы болып табылады. Енді өзіңізге көшейік, Арыстан мырза, сізде жұмысыңыз жайлы толығырақ айтып өтсеңіз. Мен Павлодар мұнай химия зауытында 2019 жылдан бастап жұмыс жасаймын. Дәл қазіргі жұмыс орным ол газды фракциялық қондырғысы. Сол қондырғыда оператор болып, 5-ші разрядтағы оператор болып жұмыс жасаймын. Мен негізгі жұмысым енді осы жұмысты өтіп жатқан параметрларды бақылау, сосын шығатын продукттың дұрыс шығуын қадағалау, және де осы жұмыстағы әртүрлі қондырғыларды, насос, емкость, солардың бәрін жұмысын дұрыс қарап, тексеру. Сол бас жұмыс болып қалды. Яғни барлығын бақылауда ұстау керек, бақылап қарап отыру керек. Өйткені бұл өте оңай жұмыс емес, қауіп кейде толы болып саналатын нәрсе. Енді бұл саланың жаңағыдай 2019 жылдан бастап өзіңіз қызмет атқарады екенсіз, ал Ания ханым өзіңізше еңбек өтіліңіз қанша? 2010 жылда мен резюме тапсырып, мен әңгімесуден сәтті өттім. Осы уақыттан бері осы мамандық бойынша 15 жыл жұмыс істеп жүрмін. Енді Ания ханым, жалғастыра отырсақ, өзіңіз үшін әрине де зертхана жайлы сұрағым келіп отыр. Былай қарап отырсақ, өте жауапкершілікке толы жұмыс, өзіндік бір химиялық зерттеулер және де көптеген жауапты істер осы зертханада орын алады. Жалпы зертханадағы міндеттемелерді өзіңіз айта кетсеңіз, көбінесе қайда назар аударасыздар, көбінесе қандай қауіпсіздік ережелерін сақтанасыздар демекші? Енді қазір байқап жатамыз ғой көбінесе, осы салада. Негізгі міндеттемелерді айта кетсеңіз. Мәселен, зертхана жұмыстардың ішінде енді ашық айтатын жөн, бұл жерде қызмет енді барынша мұқият болу керек, шатастырып алмау керек деген сияқты, бұл жұмыс өте қызықты және
үлкен жауапкершілікті талап етеді. Қалай келдіңіз негізі былай? Өзіңіз таңдадыңыз ба бұл салаға келем деп? Жоқ, өзім де үлкен рахмет менің ата-анама. Олар химия пәнін таңдау кеңес берді. Яғни мектепте де өзіңіз химияны қатты жақсы көрдіңіз. Иә, көрдім, иә. Содан соң үлкен рахмет менің ғылыми жетекшіме Людмила Вячеславовна. Ол мені шақырды заводқа. Сол мен келдім. Бәрекелді. Ал енді жалғастырып тұрайық, Арыстан мырза, өзіңіз айта кетсеңіз, жалпы сіз де осы жолға, осы оператор мамандығына қалай келдіңіз? Мүмкін оған дейінгі міндеттемелеріңіз басқа болды ма? Осыған өзіңіз тоқталып өтсеңіз. 2015 жылы мен 11-ші сынып оқып жүрген кезде Ыбырай Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған облыстық қазақ гимназиясында оқығанмын. Сол 11-ші сыныпта оқып жүрген кезде былай бізге осындай ақпарат келді. Павлодар химия заводы осындай Ресейдегі Уфа қаласында УГНТУ деген университет бар. Уфимский государственный нефтяно-технический университет. Сонда осылай қабылдап жатыр оқушыларды. Тест жазып өту керек. Егер өтсең, сол Уфа қаласында барып оқуға болады. Бәрі тегін, стипендия, сосын келгесін енді жұмыс болады. Мен бағымды сынап көрдім. Аллаға шүкір, осы күнге жетіп отырмыз. Сол 2019-да оқуды бітіріп келдім. Бірден қызметке кірістіңіз. Июнь айында мен бітірдім. Августта уже мен жұмыс істей бастадым. Бәрекелді. Бұлай қарап отырсақ, енді сол кезде қорықпай, осы бір шешімді қабылдағаныңыздың арқасында қазір үлкен бір өзіндік жақсы көріп жасайтын қызметтесіз, тамаша. Ал енді айта кетсеңіздер, жалпы химия, мұнай заводтарында жұмыс жасау, жалпы енді әрине де өте бір адам өміріне де қауіпті тұстар бар. Осы жақта қандай да бір сіздерге міндеттеме қойылады, қауіпсіздікті қалай сақталу керек? Бір ережелерге тоқталып өтсек. Енді біздің заводта қағидалар бар, оларды сақтану керек. Мысалға, біз үлкен температуралармен жұмыс жасаймыз, тағы да осындай шум дейді ғой. Ушу, бізде насостар жұмыс жасайды. Және де мұнай болғасын, одан біз енді бензин аламыз, газ аламыз, дизельный топливо аламыз. Олар әртүрлі адам ағзасына қауіп келтіретін заттарды бөлуі мүмкін. Сондықтан біз қазір орыс тілінде оқығасын біраз қиынырақ болып тұр да. Есть какие-то определенные у нас условия, которые мы должны держать, соблюдать. Арнайы шараларды біз ұсталуымыз керек. Және де бізге енді завод толығымен қамтамасыз етеді барлық заттармен. Мысалы, киім үлгісінен бастап, противогаз, қолғап, очки, каска, оның бәрі қадағаланады. Сосын заводта тағы техникалық безопасностьті қарайтын мамандар бар, олар бізді қарайды. Және де енді адам болғасын өз өміріне де алаңдаушылық білдіріп, мұқият жауапкершілікпен қарау керек. Қазір енді цифрландыру кезеңі, заводта да көп нәрсе кәдімгі автоматпен орындалатын шығар. Мысалға, біз 2024 жылы жаңа установканы істедік, жұмысқа қостық. Мысалға, қазір енді онда бәрі автоматты түрде жасалады. Біз тек соны қадағалап, және дұрыс өтуін байқап бақылаймыз. Какие-то нештатный ситуация болып қалса, онда біз тез түзеуге жұмыс істеуіміз керек. Бірақ енді оның бәрін оқу керек, тану керек, білу керек. Егер ондай нәрсе болмасын деп, оны дұрыстап уақытында қадағалау керек. Қазір өздеріңіздің қатарларыңызға қосылушы жас мамандар бар ма? Көп пе саны? Қазір енді байқап жатырмыз, осы салаға қызығушылық білдіретін жандар аз емес. Мен енді білуім бойынша завод, мысалға, мен де өзі басым, завод арқылы оқып, мен заводта жұмыс істеп жасадым.
жұмыс істеп жатырмын. Бұған дейін енді осылай Павлодар химико-механикалық колледжі бар. Онда да қазір студенттер дуальный системамен оқып жұмысқа кіріп жатыр. Оларға қандай кеңес бересіз? Кеңес алға қойған мақсаттарына жүре беріңдер. Тек алға, ешкімге қарамау керек. Жүрегімен сезініп, только вперед. Тек қана алға. Енді жұмыстарыңыздың өте бір маңызды әрі өте жауапты екендігін мінекей бір қатар айтып өттік. Енді өздеріңіз осы тұста айта кетсеңіздер, жалпы жұмыстағы қызықты сәттер, мысалы ұжымдық бір сәттер бола ма, жастарымызды несімен осы жұмысқа сіздер өздеріңіз кеңес бере қызықтыра аласыздар? Арыстан мырза. Мысалы армандап жүрген жастар бар ғой, осы химия, физика пәнін оқып, осы мақсатқа жетемін деп. Қызықты. Енді жұмыс болғасын, ол жұмыс. Уақытында жалақыңды алып тұрасың. Біріншіден енді жұмыс істегесіне бәріміз де соны ойлаймыз. Мысалға, мен өз басым зауыттан квартира алдым. Ипотека осында жұмысшыларға арналған 5%. Яғни өзіндік бір өмірлік қажетті тұстары да көп, иә? Өзіңіз енді 2019 жылдан бастап жұмыс жасадым деп айтып өттіңіз. Былай қарасақ аз уақыт емес. Осы уақыттың ішінде қалай ойлайсыз, өз жұмысыңызда қандай да бір өзгерістер орын алды? Мысалы, сіз келген сәтте әрине де қорқыныш бойыңызда болған шығар, иә? Иә, әрине енді жаңа жер. Заводты естисің ғой, андай кісілер жұмыс істейді. Бірақ жоқ, келдім. Өзімді де көрсеттім деп ойлаймын. Тырысып оқып, осындай. Тамаша, бәрекелді. Енді қадірменді көрермен, таңғы эфирді жалғастыра отырып, дәл қазір осындай ерекше сала мамандары, мұнай химия зауытының операторы және лаборанты, жалпы олардың қызметіндегі қызықты тұстары біздің студияда айтылуда. Дәл қазір эфирімізді әрмен қарата өздеріңізбен бірге өрбіте отырайық. Қазір аздаған үзіліске көз жүгіртсек, одан кейін біз қайта эфирге оралатын боламыз, сондықтан да бізбен бірге болуларыңызды сұраймыз. Мен Нұрабаев Дүйсенбек 2008 жылдан бастап осы трамвай басқармасында жұмыс істеймін. Менің өзімнің бітіргенім осы техникаға байланысты болғандықтан мен өз жұмысым өзіме ұнайды. Өйткені еңбегі уақытымен беріледі, отпускі бәрі жақсы. Ақырын дамып келе жатырмыз. Міне осыдан 17 жыл болды жұмыс істеп жатқаныма. Бәрі ұнайды. Менің өзім жұмысым осында үлкен пресс, одан кейін мына ходовой часть дейді ғой, мысалы үшін тормозные колодки, кардандар, тормозный барабан, соларды. Негізі мына трамвай барлық қалаға жақсы, экологически таза, сондықтан Павлодар қаласына негізі осы трамвай керек деп өзім ойлаймын. Трамвайға бір отырып көрсем деген арманым болған, арманыма жеттім. Ауыл шаруашылығы ғылымын дамытудың нақты жоспары қажет. Бұл құжат цифрлық технологияларды қолдануға және осы саланың өнімділігін едәуір арттыруға арналған жоспар болуға тиіс. Ветеринария мен фитопатологияның кенжелеп қалуы агроөнеркәсіп кешенінің бәсекеге қабілетін айтарлықтай шектеп отыр. Осы мәселеге айрықша назар аударған жөн. Қымбатты көрермен, таң тағыдан нұрлы болсын. Тікелей эфирдеміз. Эфир нөмірі 33-90-35. Сіздер де байланысқа шығып, өз сауалдарыңызды жолдасаңыздар болады, қадірменді көрермен. Ал біз болсақ эфирімізді ары қарай жалғастырсақ, естеріңізге салсақ, қазір біз жұмысшы мамандықтар жылы қарсаңында өздеріңізбен осы мамандықтардың асханасына көз жүгіртудеміз, сұхбат құрудамыз. Ал бізге оған көмек көрсетуде әрине де біздің арнайы мамандарымыз, химиялық лаборант Ания Қасаева және де техникалық оператор Арыстан Нұрмұхамбет. Енді өздеріңізбен жалғастыра отырайық. Жұмыстарыңыздың бір қызықты тұстарымен, осы жұмысқа келумен бөлісіп өттіңіздер. Енді айта кету керек, әрбір жұмыстың өзіндік бір жауапты әрі күрделі тұстары болады.
Лаборанттыққа бізге түсінікті. Бұл жақта енді химиялық зерттеулер, көбінесе жауапкершілік көбірек. Ал оператор жұмысында қандай біз білмейтін күрделі тұстар бар екен? Арыстан мырза, өзіңіз айта кетсеңіз. Күрделі тұстар. Енді техникалық режим болғасын, жаңа бағанағы айтып өткендей, ал барлық параметрларды қарап отыру керек. Мұқият болу керек ең бастысы. Себебі егер бір температуралық режимнен отклонение болса, сосын біздің шығатын продукттың сапасы төмендеуі мүмкін. Сондықтан оның бәріне мұқият болу керек. Және де енді персоналды компьютермен жұмыс істейсің. Соған енді көз жаттығуы, әртүрлі нәрсе. Сосын енді ең қиыны мен ойымша түнгі смена. Ауырлау болып келеді. Біраз енді адам болғасын, енді ұйқымда келеді. Бірақ енді біз жаттығу жасаймыз, кофе ішеміз. Ұйқыны сейілту үшін, иә? Тамаша. Менде тағы бір сауал бар, өте қатты қызықтыратыны, өйткені мектеп кезеңінен бастап лабораторияда тек қана әйел адамдар, бұрындыларымыз қызмет атқарады. Зауытта да дәл солай ма? Көбінесе қыздар қауымы лабораторияда ма? Жоқ, ол балалар да бар, бірақ көп емес. Не себептен екен олай? Олар оператор мамандығына Көбінесе бет бұрып кетеді. Да, ауыстырады. Сол. Ал енді Ания ханым айта кетсеңіз, жалпы біз осы лаборант деген мамандықты естіген сәтте өзіміз есімізге, енді көзімізге елестеді, әрине түрлі химиялық заттарды бір-біріне осы бір фильмдік бір сәттер есімізге түседі. Енді өздеріңіз де айта кетсеңіз, жалпы шаблонмен жұмыс жасайсыздар ма, арнайы сіздерге берілетін белгілі тапсырмалар болады ма, әлде сіздердің де жақтарыңыздан түрлі шығармашылық осы лабораториялық жұмыстардың орын алуы мүмкін бе? Бізде график лабораторного контроля бар. Сол бойынша біз жұмыс істейміз. Яғни арнайы алдын ала жазылған жоспарларыңыз бар, жұмыс бар? Иә, жоспарлар бар. Нормативтік документтары бар. Сол бойынша жұмыс істейміз. Қазір енді байқап қарасақ, осы жұмысшы мамандық бағытында жұмыс жасайтын жандардың көбінесе отбасында, не болмаса айналасында да осы бағытта жұмыс жасайтын жандар болады. Сіздерде қалай? Жалпы отбасыларыңызда, немесе достарыңызда, осы әріптестік, не болмаса бір бағытта жұмыс жасайтын жандар бар ма екен? Айта кетсеңіздер. Мен отбасымда мен біріншімін. Алғашқы өзіңіз, Сізде, отбасында жалғыз осы, кәсіпорында бәрекелді. Енді мынандай бір қызықты сауал қояйын, жұмыстан бөлек өздеріңіз туралы бос уақытта айналысатын хоббиларыңыз бар ма? Мүмкін жұмыстан бөлек спортқа машықтанған жандар шығарсыздар, ондай бар ма? Бірші Ания ханым өзіңізден сұрайды. Бос уақытта күйеумен велогонкамен және спортзалға барамыз. Сол өзім тігемін. Сурет саламын. Шығармашылыққа да жақын екен, 8 қырлы бір сырлы жан екен. Бірнеше өнерді бірге. Ал Арыстан мырза өзіңізде? Енді жұмыстан тыс уақытта жүгірумен айналысам. Біраз енді музыкаға жақындығым бар. Музыкаға, ән шырқайсыз? Ән айтамын. Тамаша. Қазір енді студияда отырмыз. Бізде жаңа күннің төрінде көрермендерімізге бір әуелетіп ән сыйлап мүмкіндік бар ма? Расплох меня поймали. Жанды дауыста, толқы отыр Арыстан мырза. Дегенде мүмкіндік бар ма екен бір кішігірім қайырмасын? Өзіңіздің бір ең сүйікті әніңіз. Көрермендерімізді бір елжіретіп, Павлодардың кәсіпорнында осындай өнер азаматтары бар екенін бір айғақтап көрсетіп өтейік. Өйткені оларға да қызық болуы мүмкін және қажет. Қандай ән шығарып берейік? Қалай ойлайсыз? Енді бірінші заводқа жұмысқа кірген кезде осындай 8 мартқа өлең айтқан болатым енді. Бәрекелді. Пусть будет. Жақсы.
Ал? көрейік. Қысқа нұсқа айтып берсеңіз. тек қайырмасын Иә, айтып қайырмасын айтып берсеңіз. орыс тілінде бірақ. Необыкновенная, ласковая, нежная, как океан безбрежная, любовь твоя необыкновенная, милая, бесценная, ты целая вселенная, необыкновенная моя. Ай, бәрекелді, тамаша. Шынымен, шынымды айтсам, күткен жоқпын, өте ерекше дауыс ескенсіз, мінекей көрермендеріміздің назарына да. Өнер орын таңдамайды, шектеуі жоқ, қандай мекеме болсын, қандай өнеркәсіп болсын, өнерге әрқашанда жол ашық деп айта аламыз. Иә, бұның бірден бір дәлелі, мінекей Арыстан мырза өзіңіз біздің студиямызда дәлелдеп отырсыз демекші. Енді сұрап өтсек те болады, осы хоббиіңіз қашаннан бері басталды, мүмкін мектеп кезінде, осы оқу орталықтары кездерінде де осы хоббиіңізді өзіндік бір концерттерде мүмкін халыққа ұсынып жүрген шығарсыз. Болды ма жалпы ондай кездер? Мектеп кезден бастап өлең айтам. Мүмкін аспаптарға деген қабілеттеріңіз бар шығар? Аспапқа деген енді қабілет. Тек вокал, иә? Тек вокал. Мектепте де өлең айттым, университетте оқыған кезде де өлең айттым, заводқа келгесінде өлең айттым, армияда да болғанда да өлең айттым. Енді өзіме ұнайды. Енді бірақ енді завод таңдағасын, тек енді осылай. Жұмыстан бөліп жан қалау дейікші, иә? Бұл орыс тілінде отдушина деп айтады ғой. Бәрекелді. Концертке келетін болсақ, биыл бізде жастар фест өтті Павлодар қаласында. Сонда қатысқанмын. Алдыңғы жылы осылай әкімшіліктің қолдауымен караоке ПВЛ деген бағдарлама болды. Соның бірінші сезонында қатысып. Осы променад сахнасында, иә? Променад сахнасында сонда қатысып. Өнер көрсеттіңіз? Өнер көрсеттім. Білмеймін, жеңімпаз дейді, бірақ 10 адам жеңдік енді. Тамаша. Бұл деген енді шынымен де ерекше сәт, ерекше бір жұлдызды уақыт, жұлдызды сәт деп бекер айтпайды. Мінекей қазір де тыңдап отырмыз, бақылап отырмыз, дауысыңыз тым ерекше екен. Әрмен қаратай дамыту, әрмен қаратай байқауларға қатысу ойда бар ма өзіңізде? Енді көреміз. Бірақ бір ән айтқан жан әрқашанда ән айтады деп негізі айтады ғой, иә? Қандай конкурстар болады, мүмкін заводтың атынан баратын шығармын, мүмкін өз атынан шығатын шығармын. Бірақ енді әлде қатысамын деген ойдамын. Қадірменді көрермен, осы орайда мінекей біздің студиямызға келіп отырған меймандарымызда еске сала кетейік, Павлодарның химия зауытының қызметкерлері арнайылап студияға келген болатын. Алғыс білдіреміз, алтындай уақытты бөліп бүгін студияға келіп, шынымен де танымдық, қызықты директормен бөліскендеріңізге. Алдағы жұмыстарыңызға табыс, сәттілік тілейміз. Мінекей қазірдің өзінде өнермен өмірді ұштастырып, зауыттың, өнеркәсіптің қақ төрінде қызмет атқарып жүрсіздер. Тек қана табыс тілейміз, осы орайда сәттілік серік болсын. Енді осы жұмыстарыңыздың нәтижелерімен де бөлісіп өттіңіздер. Өздеріңізден енді жетіспей тұрғаны тек қана біздің көрермендерге деген ақжолтай тілек пен сәлем. Ал Ания ханым, өзіңізден бастасақ, сәлем жолдасаңыз болады достарыңызға, өз әріптестеріңізге, отбасыңызға. Сөз сізде. Менің тілегім, менің ата-анам және менің отбасым. Үлкен сәлем. Бәрімізге зор денсаулық, сәттілік тілеймін. Арыстан мырза, өзіңіз кімге сәлем жолдайсыз? Құрметті көрермендер, мен сол сияқты ата-анама да өзім бірге жұмыс істейтін азаматтарға, әріптестерге, достарыма бәріне сәлем жолдағым келіп отыр. Жалпы тек алға қойған мақсаттарыңызға жүре беріңіздер, жолдан таймаңыздар.
бақытты болыңыздар. Бәрекелді. Рахмет өзіңізге, тілектеріңізге де рахмет, сіздерге де уже. Сіздерге де бірден осы шығармашылық табыс тілегіміз келеді. Жақсы жаңалықтармен жақсы нәтижелерді көрсете беріңіздер. Құрметті көрермен, біз болсақ ары қарай жалғастырамыз. Мінекей өздеріңізге өте бір пайдалы ақпараттар легін ұсына өттік. Тіпті біз білмейтін осы жұмысшы мамандықтарының студияға келген қонақтарымыздың да өнері паш етіліп, осы студияда ашылды десек те болады. Тамаша. Енді осы орайда таңғы хабарды жалғастырып, осы бір бел ортада ақпараттарға көз жүгірте кетсек, бүгін мінекей жұма өте бір ерекше күнмен байланысты екен. Қандай күн екен? Қазір енді баршамызға белгілі, әсіресе киносүйер қауым үшін бүгін 12 қыркүйекте қазақ киносы күні деп аталады екен. Бәрекелді. Ең сүйікті мерекелердің бірі. Қазақстанда қазақ киносының күні аталып өтеді және ең алғашқы Амангелді қазақ фильмі болып саналады екен. Ұлы батыр Амангелді Иманов туралы фильм ең алғаш рет осы қазақ фильм студиясында көрсетілген. Және бұл күнді Бауыржан Нөгербеков, Қазақстан кинематографистер одағының мүшесі 2005 жылы 12 қаңтарды қыркүйекті арнайы мейрам деп бекіткен. Бәрекелді. Құрметті көрермен, бұны айтып отырғандығымызда бекер емес, себебі бұл күні сіздер де осы мерекеге атсалыса отыра, өздеріңіздің ең сүйікті қазақ фильм компаниясынан шыққан осы сүйікті киноларыңызды көре алсаңыздар, тіпті қатып кетеді. Алдағы демалыстарыңызды кино көріп өткізіңіздер көбінесе, біздің тарихи киноларымызды көріп өткізіңіздер. Ал біз болсақ таңғы хабарымызды әрмен қаратай жалғастыра отырайық өздеріңізбен. Жаңа күннің бел ортасында ендеше өңір жаңалықтарына да бір көз жүгіртсек, құрметті көрермен, қазір кезекті өздеріңіздің әріптестеріміз ертіс ақпарат ұжымына бермекпіз. Ендеше жаңалықтарға зер салайық. Армысыздар, құрметті көрермен, ертіс арнасының тікелей эфирінде таңғы жаңалықтар, студияда Дилназ Қуанышбек қызы. Парламенттік республикаға айналу мәселесі күн тәртібінде тұрған жоқ. Күшті президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет қағидаты сақталады. Бұл туралы мемлекет басшысы бейбітшілік пен құқыққа негізделген болашақ атты Конституциялық сот төрелігінің халықаралық форумына қатысушылармен кездесуінде айтты. Қасым-Жомарт Тоқаевтың сөзінше жалпыұлттық референдум өткізу туралы ұсыныс бұл тұжырымдаманың өміршеңдігін көрсетеді. Президент жиын қатысушыларына жуырда жариялаған жолдауының мән мазмұны жайында мәлімет берді. Онда біздің жаңғыруға, орнықты дамуға, ғаламдық күн тәртібіндегі Қазақстанның беделін нығайтуға қатысты ұстанымымыз көрініс тапты. Сондықтан жасанды интеллектінің қолдану аясын кеңейту және жаппай цифрландыру жаңа ұлттық идеяға айналады, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Президент ата заңға енгізілген өзгерістер өкілді билік тармағы мен құқық қорғау институттарының рөлін нығайтып, атқарушы биліктің есеп беру міндетін күшейткенін жеткізді. Халықаралық ұйымдар мен сот органдарының басшылары Қазақстанның заң үстемдігін нығайтуға бағытталған реформаларына жоғары баға беріп, елдегі қоғамдық саяси өзгерістерді жіті бақылап отырғанын атап өтті. Сенаторлар мемлекет басшысының жолдауында жүктелген міндеттерді іске асыру барысын талқылады. Президент тапсырмаларын негізге ала отырып, палата депутаттары еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуына қатысты маңызды реформаларды іске асыруға баса мән беруі тиіс, деді Мәулен Әшімбаев. Сондай-ақ әріптестерін алдағы уақытта тиісті заңнамаларды қабылдап, осы бағыттарда белсенді жұмыс істеуге шақырды. Мемлекет басшысы Қазақстан 3 жыл ішінде жаппай цифрлы мемлекетке айналуға тиіс деп нақты мақсат қойды. Сонымен қатар жолдауда инвестициялық саясатқа да ерекше назар аударылды. Парламенттік реформа президентіміздің әділетті және қуатты Қазақстан құру жолындағы байыпты бағдарының логикалық жалғасы екені сөзсіз. Жалпы президентіміздің биылғы жолдауын Қазақстанды жаңғыртудың жаңа замандағы кешенді жол картасы деп қабылдаймыз. Сонымен қатар Сенат отырысында инновациялық қызметті қолдау және мемлекеттік статистика саласына өзгерістер енгізуді көздейтін заң жобасы талқыланды. Енді Астана Хаб инновациялық технологиялар паркімен біргеді. Жаңашыл идеяларды дамытуға бағытталған құжат 2 оқылымда қаралып мақұлданды. 2 кодекске және 10 заңға өзгерістер енгізілмек. Сондай-ақ Астана Хаб базасында ұлттық инновациялық жүйенің бірыңғай терезесін дамытатын цифрлық платформа жасақталады. Түзетулер аясында бірыңғай инновациялық кластер құру көзделіп отыр.
Осы ретте Астана Хаб пен инновациялық технологиялар паркі кластерлік қорын біріктіру және олардың қатысушылары үшін бірыңғай құқықтық орта құру қарастырылды. Сонымен қатар заңда инновациялық қызмет дамыту үшін қолайлы жағдай жасауға қажетті өзге де шаралар қамтылды. Заңның қабылдануы отандық инновациялық саланың дамуына оң ықпалын тигізе отырып, ел экономикасының дамуына өз үлесін қосады деп сенеміз. Ардақты көрермен, әзірге осы келесі ақпараттар легін сағат 10:00-де жалғастырамыз. Ертіс арнасымен бірге болыңыздар. Кезек жаңа күн хабарламасында. Ертіс ақпарат ұжымына рахмет, ал біз болсақ эфирімізді ары қарай жалғастырамыз. Құрметті көрермен, естеріңізге салсақ, біз тікелей эфирдеміз. Тікелей эфир номері 33-90-35. Сондықтан да, егер сіздердің сауалдарыңыз, тілектеріңіз болса, бізге хабарласыңыздар. Біз асыға күтетін боламыз. Біз болсақ жалғастырамыз. Әуелетіп ән тыңдап көңілді бір жадыратқаннан кейін таңғы хабарды одан әрмен қартай ақпараттармен, деректермен өрбітейік қадірмен көрермен. Құрметті көрермен, қазір елімізде цифрландыру бағыты көпке ұстауда. Әрине бұл барлық халыққа мәлім, жолдау мақсатында, яғни жолдауда ұсынылған көптеген ақпараттар нәтижесінде орын алуда. Ол осы тұста біздің Павлодар облыста, Павлодар өңірі қапы қалмай даму үстінде. Ал қандай дамулар, қандай жобалар жүзеге асырылуда, бұл жайлы біздің келесі арнайы мейманымыз өзі айтып өтеді. Ендеше жақынырақ таныса өтсек, цифрлық технология басқармасы басшысының орынбасары Самал Қамитова. Қош келдіңіз, қайырлы таң. Көңіл-күй қалай таңғы? Жақсы. Бәрі тамаша, иә. Ал енді бірден сауалға көшсек, ел президентінің жолдауы бойынша енді мемлекет басшысы цифрландыруға баса мән беруді тапсырған болатын. Қазір енді Павлодар өңірінде цифрландыру жобалары қалай жүзеге асуда екен, жалпы жетістікке жетіп жатырмыз ба бұл бағытта? Айтып берсеңіз. Әрине, жетістіктер бүгінгі күнге бар. Негізі жасанды интеллект пен цифрлық трансформациялар мәселелері Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың жолдауында көрініс тапты. Жолдаудың атауында да көрініс тапты. Оның нәтижесінде қазір цифрлық дамудың нәтижесінде мемлекеттер дамыған және даму астында болып екіге бөліну мүмкін. Сондықтан мемлекет басшысы осы 3 жылда толыққандай біздің мемлекетімізді цифрланған мемлекет істеп деген осындай тапсырма берді. Қазіргі таңда мысалы біздің өңірде Smart City Павлодар, яғни ақылды қала Павлодар бағдарламасы аясында осы алдыңғы жылдары 5000-нан астам камералар орнатылды. Олар әлеуметтік маңызы бар кәсіпорындарда, мекемелерде орнатылды. Мысалы, мектептер, барлық мектептерде, қала мектептерінде, балабақшаларда, емханаларда, сондай-ақ колледждерде. Ол біріншіден қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін орнатылған камералар. Олар барлық 5000-нан астам камера жұмыс істейді. Күнде ол департамент полицияның қызметкерлері бақылайды, яғни тәртіп бұзушылықтар болмау үшін. Сондай-ақ мысалы қысқы кезде біз барлық ауыл қала мектептерінде кабинетте, коридорларда, котельняларда датчик температуры деген құралдарды орнаттық. Сол бойынша күн сайын сағат 8:00-де, яғни оқу басталғанда, осы температура 18 градустан төмен болмауы үшін барлығын қадағалаймыз. Осы жұмыс Павлодар облысы әкімдігінің жобалық кеңсесінде атқарылады және күн сайын Павлодар облысы әкімінің орынбасары, яғни осы мәселелерді басшы ететін орынбасарына жеткізіледі. Сондай-ақ мысалы жетістіктердің бірі ол OneWeb және Starlink арқылы ауыл мектептерінде 24 жылы 33 мектепте және осы жылы 25-42 мектепте ұялы байланыс және интернет Wi-Fi орнату
24 жылғы жоспар орындалған толығымен, 25 жыл орнатылуда. Орнатылмаған ауылдағы, бұның барлығы енгізілуде қазір. Осы мақсатта енді өзіңіз айтып отырсыз, мінекей камералар орнатылды деп, одан бөлек осы қала мен ауыл мектептерінің тұрғындарының цифрландыру жүйесін бір қалыпқа келтіру үшін тағы да қандай жоспарлар алдағы уақыттарда жасалады? Ол мысалы қазір доступный интернет, яғни қолжетімді интернет деген ұлттық жоба бар. Сол ұлттық жоба аясында біздің облысымыздың ауылдарында 12 антенна мачталы құрылыстар құру көзделген. Оның орындалуын біздің ауылдық әкімдіктер, облыстық әкімдіктер және цифрландыру министрлігі бірлесіп қоса істейді. Біздің тараптан, яғни облыс әкімдігінің тарапынан осы жобаларға жобалық сметалық құжаттарды дайындау, біз оларды дайындадық, бітірдік, цифрлық министрлікке жолдадық. Енді олардың тарапынан жұмыс басталды. Олар инвесторларды іздеп, қаржыландыру мәселелерін шешуі керек. Содан кейін сол негізгі құрылыс жұмыстары басталады ауылдарда. Бұл енді алдағы жоба жоспарлар ғой. Сондықтан да сәттілік тілейміз әлбетте. Қазір себебі ауылдық аймақтарда да білім алуға бағытталған, енді білім жолында жүрген жастарымыз үшін ғаламтор, әлеуметтік желі ең маңызды болып саналатыны рас. Қазір тіпті ғаламторсыз жасанды интеллектінің өзін қолдана алмаймыз, мысалы. Былайша алып қараған кезде. Енді келесі бір сауалымды қойғым келіп отыр. Ол қазіргі кезде өңірдегі тұрғындар мен бизнеске цифрлық қызметтер қаншалықты қолжетімді болып жатыр? Осыған өзіңіз тоқтала кетсеңіз. Негізгі қазір облысымызда жалпы мемлекеттің ішінде көптеген мемлекеттік қызметтер цифрлық түрде беріледі. Оларға барлық жеке тұлғаларда, бизнестерге де қолжетімділік бар. Онлайн банкинг дегендерде дамып жатыр. Жалпы қалай ойлайсыз, болашақта онлайн түрде қаражатты осылай тасымалдауға мүмкіндік бола ма? Өзіңіздің пікіріңіз? Барлығы дамып жатыр ғой. Күнде біз осы салада, осы бағытта жұмыс істейміз. Енді айта кету керек, цифрландырудың бір бөлігі бұл құжаттарды да цифрландыру, яғни қазіргі кезде елең-алаң дамып келе жатқан бағыттардың бірі. Павлодар өңірінде, Павлодар облысында қалай орын алуда осы бағыт? Жаңа адап кеткен жобалық офистің, жобалық кеңсенің Павлодар облысы әкімдігінің ішінде, мысалы, осы жылдан бастап, негізі 23 жылдан басталды осы жұмыстар, бірақ осы жылы жаңа цифрлық жүйеге көштік. Осы жүйе арқылы біз барлық облыстағы, яғни қазіргі кезде ол 300-ден астам құрылыс, ремонт жұмыстарды цифрлық осы жүйеде қадағалаймыз. Мысалы, ол біздің жұмысымызды да, ауыл әкімдіктерінің жұмысын да жеңілдетеді. Содан сол ақпаратты алып, біз облыс басшыларына сала бойынша, мысалы, мектептердегі құрылыс жұмыстары бойынша, немесе жолдар бойынша жұмыстарды ақпаратты алып береміз. Яғни звондаудың қажеті жоқ, шығудың... Бәрі өте тез, тиімді. Енді тиімді болды. Рахмет сізге. Қадірменді көрермен, дәл қазір ел президентінің жолдауы бойынша цифрландырудың өңірде, Павлодар облысында қалай өткізіліп жатқанын, жалпы қалай жоба жоспары нақтылануда, соны барлығын білудеміз. Ал енді дәл қазір таңғы хабарды әрмен қартай өздеріңізбен бірге өрбіте отырсақ. Қазір аздаған үзіліс, құрметті көрермен, одан кейін біз арнайы сұрақтарымызға жауап алуды жалғастыратын боламыз. Сондықтан да бізбен бірге болуларыңызды сұраймыз. Алыстамаңыздар. Жасанды интеллектінің қарқынды дамуы қазірдің өзінде халықтың, әсіресе жастардың мінез құлқы мен болмыс бітіміне әсер етіп жатыр. Басқаша болуы мүмкін емес. Себебі бұл үрдіс бүкіл әлемде қалыптасқан тәртіпті және адамдардың өмір сүру салтын біржола өзгертуде. Біз бұған дайын болып, батыл әрекет етуіміз керек. Әйтпесе артта қалудың салдары өте ауыр болады. Сондықтан мен алдымызға өте маңызды стратегиялық мақсат қойдым. Қазақстан 3 жыл ішінде міндетті түрде жаппай цифрлық ел болу керек.
Қымбатты көрермен, таңғы хабарды өздеріңізбен бірге жалғастыра отырайық. Дәл қазір біз студияда енді баршамызға қажетті қызықты тақырыптардың бірі бұл жолдау бойынша цифрландыру өңірде қалай жүргізілуде, сол туралы білудеміз. Енді жалғастыра өтсек, әрине де бұл ақпарат баршамызға керек, әрі қазір заман талабына сай. Сол үшін енді біздің арнайы маманымыз бізге көмек көрсетуде. Қайта өзіңіз таныстыра өтсек, цифрлық технология басқармасы басшысының орынбасары Самал Хамитова ханым. Енді жалғастыра отыра өзіңіз айта кетсеңіз, қазіргі кезде цифрландыру барша жұртқа бірден бір ортақ мақсат. Осыған қатар біздің жас мамандарымызға да бұл тақырып өте бір маңызды. Қазір жас мамандарды осы цифрландыру бағытында ынталандыру үшін, жұмысқа көбірек көңілдерін бөлу үшін және де жұмыстың жеңілдетіру үшін қандай да бір бағдарламалар жүзеге асырылуда, осыған тоқталып өтсеңіз. Осы жылдың шілде айында Павлодар облысы әкімінің Асайын Қуандықұлы Байхановтың қолдауымен шілде айында жақсы қарқын алып, осы Павлодар хаб ашылды. Павлодар хабтың негізгі міндеті ол жас мамандарды қолдау, стартаптарларды қолдау. Қазіргі кезде шілде айынан бастап бүгінгі күнге дейін 20 адам сол инкубациялық стартап орда инкубациялық бағдарламасына тіркеліп үлгерді. Осы Павлодар хаб Астана хаб негізінде құрылды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Астана хабты көргенде осындай хабтар барлық облыстарда ашылсын деген тапсырма берген. Сол тапсырманы осы жылы кешіктірмей орындауға кірістік. Қазір осы цифрландырылуға, жас мамандарды даярдауға, осы салаға қызығушылық білдіретін жастарымыздың саны көп шығар? Көп, әрине біз осы салада конкурстарда өткіземіз, цифрлық салада, яғни бизнестер өздері қалай мемлекетке көмектескен өздерінің жобаларын көрсетті. Соны біз көріп, танысып олармен, оларға демеушілік қолда көрсеттік. Былай қарап отырсақ, цифрландыру барлық жағынан да біздің дамуымызға өте бір керемет жақсы жағының үлес қосуда. Осы тұста сұрап өткіміз келеді, облыс экономикасына, жалпы ел экономикасына осы цифрландырудың қандай да бір тиімді жақтары, пайдасы бар екен. Осы жайлы өзіңіз сөз қозғасаңыз. Экономикалық тұрғыдан пайдаға келсек, мысалы қазіргі кезде «Безопасный город», яғни қауіпсіз қала деген бағдарлама іске асырылуда. Осы бағдарлама шеңберінде біздің қалада 4000-нан астам камера орнату көзделген. Оның ішінде 900-і осы жылы, қалғаны 2 жылда орнатылады. Осы камералардың 300-і жасанды интеллект технологиясы бойынша, яғни бұзушылықтарды айқындайды. Осы бағдарлама нәтижелері бойынша біз экономикалық тұрғыдан оны көргенде, мысалы, біз өз тараптан тек қана обслуживание дейміз ғой, соған ақша бөлеміз. Қызмет көрсету. Ал оларды орнату, осы жұмыстарды барлық инвесторлар өз қаражатынан жасады. Соған қоса, мысалы, мен жаңа айтқандай, қолжетімді интернет ұлттық жоба бойынша 12 антенна мачталық құрылыстар орнатылады. Соларды инвесторлардың қаражатынан орнатылады, төленеді. Біз тек қана құжаттамаларды дайындаймыз, осы жерді береміз дегенде осындай жұмыстар жасаймыз. Бәрекелді. Тамаша. Қазір мінекей Павлодар қаласында жаңа бір кезеңге өтіп бара жатыр деп емін-еркін айтсақ болады. Енді мінекей қазір қауіпсіздікті көбірек сақтау үшін қала ішінде осындай бақылау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Және одан бөлек өзіңіз жаңа ғана сұхбат басында айтып өткенде, жылуды осының барлығын бірден бақылап отыруға қамтамасыз етуге арналған арнайы құрал-жабдықтар белең алуда. Енді қазір басқа да бағыттағы сауалдарды өзіңізге қоя кеткім келіп отыр. Цифрландырумен қатар жасанды интеллект тақырыбы да қазір кенде емес. Қазір тіпті білім беру саласында да емін-еркін қолдануға мүмкіндіктер берілуде. Жасанды интеллект бойынша жалпы қандай жаңашылдықтармен бөлісер едіңіз өзіңіз? Болашақта, келешекте болатын немесе қазірден бастап орын алып жатқан? Сол бір жасанды интеллект қолданатын сол камералар, айтап айтқанда 300 камералар, яғни олар адамның
адамсыз өздері барлық жұмыс жасайды және барлық бұзушылықтарды өздері орнатады, өздері бекітеді. Сондай ақ мысалы қазір білім беру саласында жасанды интеллект бойынша кейбір бағдарламалар өз орнын тапты. Солай және жолдар саласында мысалы біз барлық 3 қалада қоғамдық көлікті қадағалаймыз, программалар, камералар, датчиктер, әр автобустың ішіндегі датчиктер барлығын қарастырады және біз оның уақытынша кездетіп жүргенін барлығын солай көреміз. Енді бұның барлығы әрине де бірден бір қауіпсіздік, және де қауіпсіздікті бақылауды жеңілдету ғой. Айта кетсеңіз, жалпы қазіргі кезде мінекей осы цифрландыру, жасанды интеллект демекші бәрімізге таныс ұғымдар болуы мүмкін, бірақ та кейбір жандар үшін бұл өте бір жаңашыл зат болуы мүмкін. Осыған байланысты қазір түрлі осы тегін арнайы оқулар, не болмаса ұсынылатын курс жүйелері де халыққа жіберілуде. Осы бағытта қандай жұмыстар жүргізілуі мүмкін, алдағы уақытта қандай жоспарлар бар? Мысалы, мен білуімше, 3 қалада да зейнеттегі адамдарды компьютердің ішінде жұмыс істеу деген курстары бар. Олар тегін барлығына тіркеліп оқи алады барлығы. Яғни ондай жақтарды қарастырылған. Иә, әрине. Енді бұның барлығы әрине де керемет, бірақ та бұл тұста да айтып өту керек, осы қауіпсіздікті де адамдардың өзіндік бір техникалық қауіпсіздіктері, осы әлеуметтік желідегі, ғаламтордағы жасанды интеллектпен жасалатын бағыттардағы қауіпсіздіктерді сақтау жұмыстары өте маңызды ғой. Осы шараларды мақсатында түрлі тренингтер, не болмаса тағы да жоспарлар өткізіледі ме? Біздің халық тұрғындарына деген ұсынылатын пайдалы шаралар легіне тоқталсақ. Иә, біз енді жаңағына ашылған Павлодар хаб жобасы, біз оның жалпы аумағын келесі жылы үлкейтеміз, яғни ол үлкен площадканы береміз, соның ішінде яғни тренингтер, оқулар барлығын өткіземіз. Яғни өте бір пайдалы жаққа қарай көңілді аударуға мүмкіндіктер туады. Иә. Бұл енді жастарымыз үшін ғой басым көпшілігі, көбінесе бір орта болса, тек соның арқасында үйренеді, көреді және үйрететін жандардың да саны көбейеді. Бір-бірінен тәжірибе алады олар, стартаптағы балалар. Қазір енді стартаптың арасында да көбінесе байқап жатамыз, цифрландыруға бағытталған жобалардың дені өте көп. Мысалы, енді стартап деген кезде бірден көзге бұл пайда табудың, бизнес ойлап табудың бір идеясы болып табылатын рас. Ал қазір мүлдем бір бөлек әлем, жаңа бір бағыт-бағдарды қарастырып жатады жастарымыз. Енді олар арасында қазір облыс көлемінде жиі байқап жатамыз, естіп жатамыз, облыс көлемінде ұйымдастырылатын стартаптар, ал Павлодардан республика көлеміне шығып жатқан жобалар бар ма? Жиі кездесіп жата ма, қалай ойлайсыз? Иә, бар, жас балалар, тіпті оқушылар да мемлекеттік және одан да үлкен конкурстарда өздерін көрсетіп, НАСА деген конкурсы орын тапты. Біздің балалардың оқушылар жүлделі орындар алып келді биылғы жылы. Бұл робототехника бойынша? Иә, робототехника, сол цифрландыру барлығы ішінде бар. Енді даму бойынша бізде әрине де тағы бір жоба, бұл ақылды қала жобасы да қазір қолға алынуда. Өзіңізді айта кеттіңіз кейбір тұстарын. Енді осыған толығырақ тоқтауға өтсек, жалпы ақылды қалада біздің Павлодар облысында да жасалатын жұмыстар нәтижелері көрінеді ме? Алда мүмкін осы жақта да көздеген бір жоспарлар бар ма? Иә, ақылды қала негізі ол Smart Region деген бағдарламасы, ол бірнеше салаларды қамтиды. Біріншіден осы әлеуметтік маңызы бар мекемелердегі камералар, екіншіден ол спутник арқылы пожарларды қарау, үшіншіден ол қазіргі кездегі жоспар, ол барлық жер учаскелеріне бірыңғай цифрлық карта жасау. Сол барлық осындай жобалар бірігіп. Ол қандай мүмкіндік береді екен, мүмкіндік ашады? Жер учаскелері қазір қағазда жүргізіледі ғой. Егер мысалы бос жер учаскелері
предпринимательларды олар алғысы келсе, мысалы, бару керек әр ауданға, әр қалаға білу үшін қандай жерлер бос, қандайлар бос емес. Егер қажеттілік болса, соны орнын толтыру мақсатында ғой. Тамаша, бәрекелді. Бұл жұмыстардың барлығы енді жасалған сәттен бастап біздің тек қана Қазақстанның осы бір Павлодар өңірінде де жаңаша бір цифрландыру заманы туатындығына біз көзіміз өзіңізбен бірге жетіп отыр. Енді алғыс білдіреміз, ақпараттар легіне өзіңіз ұсынған. Иә, алдағы жұмыстарға тек қана сәттілік. Дәл қазір өңіріміздегі жастарымыздың саны көп болсын, осы цифрландыруға, IT саласына бет бұрған, IT саласын таңдап, оны әрмен қартай өңірімізде дамытуға мүмкіндік беретін. Енді дәл қазір біздің арнайы дәстүріміз бар таңғы бағдарламада. Таңмен бірге таласып оянған жандарға, жаңа күндіктерге келген мейманымыздан жақсы бір ақ жолдай тілек айтуға мүмкіндік бар, сәлемдеме жолдауға мүмкіндік бар. Өзіңіздің біздің көрермендерге деген тілегіңіз болса. Барлығына біріншіден денсаулық, осы жалпы болып жатқан жағдайларға қарап, біріншіден тыныштық, татулық барлықтарына тілеймін. Сіздерге де, жұмыстарыңызға да сәттілік тілеймін. Рахмет көп, Самал ханым. Рахмет сізге. Ал қадірменді көрермен біз болсақ, жалғастырайық, эфирдеміз. Эфир нөмірі 33-90-35. Міндетті түрде өз сауалдарыңызды жолдаңыздар, байланыста болыңыздар, хат хабарламаларыңызды әлеуметтік желіге де жолдай жүріңіздер деп тағы да бір қайталай айтқым келіп отыр. Ендеше осы құрметті көрермен эфирімізді жалғастыра отыра, өздеріңіз айта кетсек, цифрландыру тек қана жастарға арналған осы бағыт емес, барша біздің қала тұрғындарына арналған түрлі пайдалы ақпараттар да ұсынылатын болады. Сондықтан да сіздер де заман талабына сай осы бағытта білім алу мен ізденістерді жалғастыруларыңызға кеңес береміз. Қазірден бастап кеңес ала отырыңыздар, бірден білмегенді үйреніп жүрген абзал, уақыт келіп жетті деп айтсақ болады. Бұрын сенбей жатқан нәрсе, қазір тіпті жұмыстың өзін осы IT саласын сіз көре алмаймыз. Сөз шыны керек, Осыған орай тіпті IT саласына байланысты және жасанды интеллекті қамти отыратын түрлі мамандық иелері де алдағы уақыттарда біздің осы қолданысқа енуі мүмкін. Сондықтан да қазірден бастап осы бағытқа ашықтана беруді дұрыс санаймыз. Өйткені болашақта тіпті сіздердің бағыттарыңыздың да өзгеруі кепіл. Тіпті жаңа салалар, мамандықтар да барлығы қазірден бастап пайда болуы әбден мүмкін, бек мүмкін. Кейбір кезде байқап естіп те жатамыз ғой, кейбір салалар осы жасанды интеллекттің салдарынан деп айтсақ, цифрландырудың дамуының салдарынан деп айтсақ, жоқ болып кету мүмкін деп айтып жатыр. Ондай да қауіп бар, сондықтан құрметті көрермен, сіздер де осы қауіптерден алдын алу үшін өзіңіздің білімдеріңізді кеңейтулеріңізге кеңес береміз. Ал біз болсақ эфирімізді ары қарай жалғастырғымыз келіп отыр. Әрине де бұл ақпараттар біздің болашаққа деген үміттеріміз бен жоспарларымыздың нәтижесіне құрап отырған ақпараттар болса, ал қазір біз қазіргі сәтте біздің ертіс ақпарат ұжымының әріптестері қандай ақпарат айтады екендігіне көз жүгіртіп өтсек. Ертіс ақпарат ұжымына кезек береміз. Өңірдегі, өлкедегі таңғы жаңалықтар арнайы біздің көрермендер үшін экран алдына жақынырақ жайғасыңыздар. Армысыздар, құрметті көрермен, ертіс арнасының тікелей эфирінде таңғы жаңалықтарды жалғастырамыз. Студияда Дилназ Қуанышбекқызы. Биылғы жылдың қаңтар-тамыз айларында еліміздің жалпы ішкі өнімінің өсімі 6,5% артты. Өсімнің негізгі факторлары сауда, өнеркәсіп және байланыс салаларындағы оң динамика. Бұл туралы ұлттық статистика бюросы мәлімдеді. Ресми хабарламада бұған жалған схемалардың тоқтамауы себеп болғаны жазылған. Сондықтан 2026 жылдың 15 сәуіріне дейін уақытша тоқтату шешімі қабылданды. Осы уақыт ішінде зейнетақы қаражатын тиімдеуге пайдалану барысында алаяқтық әрекеттердің алдын алу үшін тиімді әдістер әзірленбек. 2021 жылдан бері бұл мақсатқа қордан тұрғындар 757 миллиард теңге алған. Оның 222 миллиарды тек 20 клиникаға тиесілі. Мәселен, Атыраудағы бір ғана тіс емханасына 23 миллиард теңгеге жуық қаржы аударылған. Клиенттердің бірі тіс емдеуге қаржысын пайдалану мақсатында 11 мәрте өтініш беріп, жалпы 32 миллион теңге алған. Банк күмәнді істерге қатысты материалдарды құқық қорғау органдарына тапсырды. Қаржы мониторинг агенттігі бірқатар стоматологиялық клиниканы тексеруді бастады.
Мұнай-газ саласының, яғни мұнай химия деп айтуға болады. Өйткені біз бір кездері әлемге шикізатты, мұнайды шикізат ретінде тасымалдайтын мемлекет болсақ, қазіргі уақытта оның мұнай химия, яғни сол мұнайдың дайын өнімге айналып барып, бензинге, тағы да басқа өнеркәсіпке қажетті дайын өнім болып шығуы. Бұл жалпы экономикадағы әртараптандыру саясатының нәтижесінің беріп жатқандай айтуға болады. 15 қыркүйектен бастап зейнетақы жинағын тізімдеуге пайдалану тоқтатылады. Бұл жайлы отбасы банк мәлімдеді. Осы датаға дейін берілген барлық өтінімдер белгіленген тәртіпке сәйкес қаралады. Бірақ келесі аптадан бастап бұл қызмет көрсетілмейді. Ресми хабарламада бұған жалған схемалардың тоқтамауы себеп болғаны жазылған. Сондықтан 2026 жылдың 15 сәуіріне дейін уақытша тоқтату шешімі қабылданды. Осы уақыт ішінде зейнетақы қаражатын тізімдеуге пайдалану барысында алаяқтық әрекеттердің алдын алу үшін тиімді әдістер әзірленбек. 2021 жылдан бері бұл мақсатқа қордан тұрғындар 757 миллиард теңге алған. Оның 222 миллиарды тек 20 клиникаға тиесілі. Мәселен, Атыраудағы бір ғана тізімханасына 23 миллиард теңгеге жуық қаржы аударылған. Клиенттердің бірі тізімдеуге қор қаржысын пайдалану мақсатында 11 мәрте өтініш беріп, жалпы 32 миллион теңге алған. Банк күмәнді істерге қатысты материалдарды құқық қорғау органдарына тапсырды. Қаржы мониторинг агенттігі бірқатар стоматологиялық клиниканы тексеруді бастады. Ардақты көрермен, әзірге осы. Келесі ақпараттар легін сағат 10:30-да жіберіп алмаңыздар. Ертіс арнасы қосулы болсын. Кезек жаңа күн бағдарламасында. Ертіс ақпарат ұжымындағы әріптестерімізге алғыс білдіреміз. Ал таңғы жаңа күн ақпараттық сазды бағдарламасын өздеріңізбен бірге жалғастыра отырайық қазірмен көрермен. Иә, жалғастыра отырайық, құрметті көрермен, айта кетсек, біз сіздерге түрлі ақпараттар легін ұсынамыз. Одан бөлек сіздерге деп арнап қойған күнделікті түрде белгілі айдарларымыз да бар. Осыған орай бүгінгі күнге қандай айдар тұспа тұс келген екен? Иә, қазір баршамызға белгілі, жұмысшы мамандықтар жылы деп эфирімізді бастап жатырмыз. Осы орайда, осы жақында мен Павлодар қаласындағы ерекше құрылысшыны кездесіп қалған болатынмын. Яғни өзінің саласына қатысты зейнетке шыққаннан кейін кейіпкеріміз бар білгенін кәдімгі макетке салып жүр екен. Дегенде бұл әншей макеттер емес, әлемнің түрлі ерекше сәулет өнерінің шеберліктерін кәдімгідей қолмен ұстап, көзбен көруге бір барып өз көзімен қараған кезде ерекше бір әсер алатындай, күйге жеткізетіндей туындылар жасайды екен. Ал ендеше осы әсерді біздің де көрермендерге ұсына кетсек, құрметті көрермен, сіздер де осы жаққа бір саяхатты жасап қайтыңыздар. Ендеше бірге назар аударайық. Қала тынысы айдары. Иә, Тадж-Махалды шынайы көрген жоқпын, алайда Павлодар қаласында оның макетін көруге мүмкіндік бар. Сәлем қымбатты көрермен, бұл қала тыныс айдары. Павлодарлық шебер Павел Готман көркем сурет музейінде өзінің бірнеше жұмыстарын шаһар тұрғындарына көрсетуде. Ендеше қадірменді көрермен, сіздер де тамашалаңыздар. Все мы родом из детства. Шамамен 8 жасымда ауладағы тақтайларды жиып алып, достарымызбен бірге үйшік құрастырып, соған мәз болатынбыз. Бұл біз үшін ойын ғана емес, қиял мен қолөнердің алғашқы кезеңі еді. Әрбір қиылған тақтай оларды қиюластыра шегелеу, шабыт сыйлайтын. Сол кездегі қызығушылық өмірлік хоббиіме айналды. Жили мы в частном доме. Кейіпкеріміздің сәулет өнеріне деген құштарлығы мамандығын адаспай табуына жол ашты. Ғұмырын құрылыс саласына арнады. Сондықтан макет жасауда сәйкестікті дәл табу оған аса қиындық тудырмайды. Действительно, впечатление этого аккорда. Мен үшін еліміздегі ең ерекше ғимарат Ақорда. Оның көз тартар сәулеті шабыт береді. Макетін 4 айда әзірледім. Бұл менің ең көп еңбектенген жұмысымның бірі. Ең күрделі тұсы мыңдаған ұсақ терезесін айнытпай жасау болды. Әр терезе шыдам мен шеберлікті талап етті. Их все же надо вырезать было. Павел Готман туындыларын ламинат материалынан жасайды. Сондықтан олар ұзақ уақытқа дейін сақталады, беріктігін жоғалтпайды. Шебердің 20-ға жуық жұмысы Павлодардағы музейде көпшілік назарына ұсынылған. Вообще она, конечно, художественная, но Иә, бұл
туындылар көркем өнерге жатады, алайда олардың астарында архитектураға тән терең мағына жатыр. Мұндай жұмыстар өте сирек. Себебі біз көбіне фотосуреттер арқылы ғимараттарды көруге үйреніп кеткенбіз. Адамдардың көбі қалаларға барып сәулетті нысандарды тамашалайды. Бірақ көргенін өз қолмен жасап шығару мүлде бөлек дүние. Создать ее собственными руками. Кейіпкеріміз басқа да ерекше нысандардың макетін жасамақ. Оның ішінде әлемдегі ең биік және тарихи мәдени ғимараттардың шағын көшірмелер бар. Тамаша, міне құрметті көрермен, сіздерге де осы бір қызықты ақпаратпен бөлістік. Былай қарап отырсақ, өте бір шебер адамның өзіндік бір шығармашылығына тоқтау жоқ десе де қазір болмас, бұның барлығына мінекей осы айдардағы берілген ақпараттар легі бір дәлел болып отыр. Дегенмен де қадірменді көрермен макет қарағанша, бірақ әлемнің өзіне барып, сол сәулет өнерін өз көздеріңізбен көрдіңіздер, міндетті түрде. Бұл енді баршамызға жазсын деген бір тілек болсын. Тағы бір маңызды мәселе бұл туризм. Жалпы бұл салада біраз түйткілді мәселе бар. Шынын айту керек, кәсіби кадрлар тапшы. Осы саладағы бәсекеге қабілетіміз әлі де шамалы. Мен шілде айында туристік желілердің барлығын ретке келтіру туралы тапсырма бердім. Бұл жұмыс менің жеке бақылауымда. Алматы қаласы мен Алматы облысындағы тау туризмі мен тау шаңғысы туризміне арнайы тоқталғым келеді. Қазіргі таңда бұл бағыттағы ең өзекті мәселе заманауи инфрақұрылым салу. Егер осы міндетті ойдағыдай орындасақ, еліміздің курорттары жер жүзіне танылып, Қазақстанның бетке ұстар ұлттық бренді болмақ. Қадірменді көрермен, таң хабарды жалғастырайық. Баршамызға белгілі, алда өте ерекше мейрамдардың бірі әр шаңырақта тойланатын отбасы күні де келе жатыр. Әр қыркүйектің екінші жексенбісінде тойланатын бұл мереке барша ұлттық құндылығымызды және отбасылық махаббатты ары қарай дамыту мақсатында әрбір отбасыда аталып өтіледі. Бізде бұдан құр қалмай, бүгін қасиетті жұмада отбасымен, өнерлі отбасымен бірге сұхбат құруды жөн көрдік. Арнайылап студиямызға да меймандарымыз келіп жайғасты. Бұл өнерлі отбасының әңгімесін тыңдап өту үшін алғашында енді танысып өтсек, Мейірман Байбосынов, Арай Ибраева және де бүлдіршініміз Асылым Манар келіп жеткен екен. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Қайырлы таң, қазақ. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Таңдарыңыз қалай атты? Бәрі жақсы ма? Бәрі жақсы, ойдағыдай. Мінекей, өте бір керемет өздеріңіздің ұлттық киімдеріңізбен домбыра, қазақтың қара домбырасын құшақтай отыра студиямызға келіп жайғастыңыздар. Ең бірінші біз де қуаныштымыз және де мерекемен сіздерді құттықтап өткіміз келеді. Енді айта кетсеңіздер, әрине отбасы күні болғандықтан сөзімізді, әңгімемізді осы бір отбасылық құндылықтардан бастасақ, жалпы отбасыларыңызға құрылғанына қанша болды, қандай да бір құндылықтарды сақтанады, осыған өздеріңіз бір тоқталып өтсеңіздер. Отағасынан бастайық. Мейірман мырза, өзіңіз. Біздің отасқанымызға 6 жыл болды. 6 жыл болды. Осы оркестрге мен өзім 2018-де жұмысқа орналастым. Содан бері жолдасымен бірге танысып, содан ары қарай байланысымыз одан күшейіп десек те болады. Енді осылай отбасы құрып жатқан жайымыз бар. Енді біздің отбасымыз құрғанымыз 6 жыл болса да, 2 кішкентайымыз бар. Оның үлкені осы біздің Асылым. Асылым, 5 жаста. Үлкені, тамаша. Өзі де бір аспаппен келген екен, яғни өздеріңіздің жолдарыңызды қуып жүр, ұлттық өнерге. Мысалы, енді жаңағы қайырлы таң бірінші Павлодар Баян Ертіс өңірі. Біз енді осы мерекеге қарсы осы жерге шақыртылған екенбіз, рахмет. Енді біздің отбасымыз жай келген жоқ, өнерін бірге ала келді. Енді қазір Асылым өзін таныстырып өтсей алдымен. Асылым, біздің көрермендерге таныстырып бер өзіңді. Менің есімім Асылым, мен 5 жастамын, менің бауырым бар. Оның есімі Батырхан. Ол 2-де біз онымен билейміз, ойнаймыз. Асылым, сенің қолындағы қандай аспап? Айтып берші бізге аспабың туралы.
Бұл Сасырнай. Мен Сасырнайда ойнаймын. Ай, тамаша. Ұстазың кім? Ұстазым менің Раушан Абылаевна апай. Бәрекелді, мінекей өздеріңіздің де бүлдіршіндеріңіз өздеріңіздің өнер жолында жүргендіктен сіздердің жолдарыңызды қуған екен, иә? Қазір ендеше бірден Асылымның өнеріне зер салсақ бола ма? Әрине. Бізге ойнап берсе Сасырнайды. Бәрекелді. Ай, бәрекелді, иә, тамаша. Негізі осы аспапты, өнерді өзі таңдады ма? Сіздерге қарап, әлде қалай болды? Бұл өзі таңдады десек те болады. Неше жасынан бастап жалпы осы үйренгеніне бірнеше ай ғана болды. Бірнеше ай ғана? Бірнеше айдың ішінде көрсетіп отырған көрсеткіші де өте бір жаман емес, иә? Қазіргі кезде 5 жасар балаға деген өте бір жақсы деңгей десек те болады. Ал енді жалғастыра отыра өздеріңіздің махаббат дастандарыңызда осы өнер бағытында басталған екен, жалпы бәрі қалай орын алды? Енді өзіңіз айта өтсеңіз, Арай ханым, қызықты бір сәттер болды ма, мүмкін кімнің көңілі бірінші түсті дегендей? Енді, бізде қызыққа толы болды, біздің танысқан күнімізден бастап. Негізі екеуміздің де шығу тегіміз, сол бір Павлодар облысындағы Май ауданы деген бір киелі жеріміз бар, сол жердің тумасы болып шықтық. Ол деген, қайтсам, Бірақ осы сахнада танысқан едіңіздер, иә? Осы бізге таныстырған, табыстырған өнер. Сол өнердің арқасында біз міне және отбасы құрып жатырмыз. Алғашқыда Мейірманның әпкесі, апайы, менің нем болған, мұғалімім болған домбырадан. Енді сол өзім шәкірді болып жүріп, қазіргі уақытта сол кісінің келіні болып қалдық. Сондай бір қызықтары бар. Ешқашан да ойламаппын, Арай менің келінім болады деп, ол кісі айтып тұрды ғой кейбір. Иә, былай қарап отырсақ, бұның өзі бір тағдырдың жазғаны ғой, иә? Айналып келіп, осы өнер бойымен бір шаңырақ құру деген маңдайларыңызға жазған екен. Ал енді отбасы күніне оралсақ, жалпы осы мерекені өздеріңіз отбасыларыңызда қалай атап өтесіздер, қаншалықты маңызға ие? Жалпы алдағы демалыстарда не жоспарлап отырсыздар? Біз енді әдеттегідей демалыс күндері осы балаларды ойын алаңына апарып, бірге сол жақта көп уақыт сол неде өтетін бізде. Енді сол дәстүрді бұзбай, осы алдағы уақытта да солай жоспарымыз бар. Енді мысалға бүгін циркке барамыз деген жоспарымыз бар. Бала-шағамен барамыз. Тамаша. Күндеріңіз сәтті өтсін, қызықты өтсін, тілекші болайық. Енді жалғастырғым келіп отыр. Қазір енді осындай үлкен Павлодар қаласындағы көрнекті Рүстембек Омаров атындағы оркестр мүшелері сіздер екеулеріңіз, дегенде кейбір кезде концерттер тым жоғары болып қалуы мүмкін. Енді сахнаның жұмысы осымен қызық болып табылады ғой. Сол кезде қалай қолдау білдіресіздер бір-бірлеріңізге? Негізі кім қолдайды? Қай жағынан алған кезде мысалға? Мысалы көбірек көңіл бөліп. Сапар болып қалған кезде, қазір мерекелер кезде. Мен жұмысқа барамын. Доласым үйде қалады. Немесе біздің қолдаушыларымыз бар, ата-аналарымыз. Балаларға солар кісілерге болып қалғанда біз бірге де жұмысқа шығамыз. Жұмыс бабы болғаннан кейін міндетті түрде қалмауымыз керек қой. Тамаша. Енді жұмыс болғаннан кейін әлбетте оған маңызды көзқараспен қарау керек. Тамаша. Енді қазір қазақтың қара домбырасын арқалай студияға келгендіктен оның бір үнін шығармай кетпеске болмас. Сондықтан бірге ме, әлде бір қонаққа дайындап алып келдіңіздер ма? Қандай туынды ұсынбақсыздар?
құрманғазын адайын ойнап берейік. Ай, тамаша. Үстел үстіне қоя салсақ Сізге қойсаңыз болады. Тамаша. Ал қадірменді көрермен дәл қазір өнерлі жұп сіздер үшін күмбірлете, домбырамен күй орындап береді. Ал сіздер тыңдай отырыңыздар. Қабылыңыздар. Бәрекелді, рахмет сіздерге. Қандай тамаша. Жаңа ғана отбасылық өнерді қадірменді көрермен сіздермен бірге тамашалап отырмыз. Ал енді сұхбатымызды өздеріңізбен әрмен қартай өрбіте отырайық. Мінекей, өнерлі отбасы депті бірқатар рет өздеріңіз жайлы айтып өттік. Жалпы өнерде бірге жүрген жандар қазіргі кезде мінекей бүлдіршіндеріңізде қызығын көріп жүрсіздер. Алдағы уақыттарда осы бүлдіршіндеріңізде осы өнер бағытында барамын деп тіпті қазір де аяқ басып келе жатыр. Қандай бағытты таңдауға негізгі көңілдеріңіз ұсынады? Өзіндік бір мүмкін бағыт-бағдар бересіздер. Қалай ойлайсыздар? Енді ол баланың өзінің таңдауында ғой, енді ешкім осы ақсаққа бар немесе осы білдің осы салаға бар деп оны ешкім айтпаймыз біз. Ол өз баланың таңдауы қазіргі енді болашақта көрсете жатыр. Әрқашан бірақ қолдау көрсетуге дайынмын. Егер асылым болашақта өсе келе өздеріңізбен бірге осы бір оркестрде болғым келеді десе? Әрине қолдаймыз. Бірақ өнер бағытын ұсынатындығына енді бәріміз мінекей көз жүгіртіп отырмыз ғой. Жалпы өздеріңіз айта кетсеңіздер, жалпы отбасылық бір ережелер бар ма, отбасылық құндылықтар бар ма, өзіндік бір ұстанатын мүмкін сіздерде дәстүрлер бар ма? Енді біз қазіргі таңда мен өзім аса үлкен зор көңіл аударатыным ол балалардың тілі қазақша шығуын талап етем. Яғни үйде таза қазақ тілінде сөйлесуге бір-бірімізбен сондайды көңіл соған көп бөлеміз. Енді қазақи болмысты, мысалы қазақи дәстүрді бойына сіңіре берсін деп, жаңағы егер ата-анасы қазақшаны судай жақсы біліп өзара сөйлесетін болса, бала да соған құлағы үйреніп, соны табиғи нәрсе ретінде қабылдайды ғой. Сондықтан біз оған аса үлкен көңіл бөлеміз. Арай біздің балалармен ғой, мен жиендермен күресіп жүреді, қазақша сөйлейді. Иә, ол жағынан енді мен сондай мазасыз адам деуге де болады. Өйткені енді кейбір ата-аналардың ойынша ол жарайды уақыт өте келеді дейді қазақ тіліне. Ол бірақ ондай қате пікір. Ол ана тілімен келмесе, одан кейін қиын болып кетеді. Мысалы, орыс тілін біз үйретпегенбіз. Бірақ та оны айналасындағы ортадан үйренеді деп мен оны өзім сенімді болдым. Және сол сияқты, мысалы, қазір екі тілді өзі жетік біледі. Орыс тіліне біз енді аса тиым да салып жатқан жоқпыз деуге болады, бірақ та қазақ тілін ана тілі ретінде білсін деген сияқты ниетпен үйде таза сөйтіп араластырмай сөйлесуге тырысамыз қолымыздан келгенше. Бала
кәдімгі өзінің ұясына не көрсе ешқандай соны біледі деп бекер айтпайды ғой. Отбасында егер ата-анасы қалай сөйлесе, көркем тілде, әдеби тілде осындай өнердің ошағында жүрсе, әлбетте бала да өнерге қызығушылығы болады. Соған бет бұра бастайтын рас. Қазіргі кезде балаларға арналған түрлі өнер ордалары бар. Кішкентай кездерінен бастап осы өнерге сусында өсіретін арнайы мектептер де бар. Сіздердің ойларыңызша қалай балаларыңызды осы бағытқа беру, осындай бір өнерлік білімді сусындату ойларыңызда бар ма, жоспарларыңызда? Жалпы қандай мектеп болмасын, ең алғашқы мектеп ол отбасы. Отбасы қабырғасында барлық жаңағы құлағына құйылып айтылатын нәрселер ғой. Енді біз оған әрине жақсы көзқараспен қараймыз. Себебі мысалы мектеп таңдауда базалық тәрбиені осы отбасынан алады ғой. Бірақ жаңағы оқу білім беретін ордаларда енді үлкен рөлі бар. Оған бізде жай қараған жоқпыз. Мысалы балабақша таңдауда да біз таза қазақи жер болса екен деген оймен солай таңдап бардық. Және оның жаңағы беріп жатқан жемістері де көп. Мысалы баламыз түрлі шараларға қатысады. Апайлары оны сүйіп осы ашық сабақ болсын, қандай бір концерт болсын, барлығына, байқаулардың барлығына қоса беретін болды. Енді ол да біз үшін бір үлкен көмек. Әрине мақтаныш болып, сіздер үшін. Соның бір дәлелі ретінде бір қазір дайындап келген тақпағы бар, өлең бар. Айтып берсін. Орын таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмар уанып шаттанба, ойнап босқа күлуге, 5 нәрседен қашық бұл, 5 нәрсеге асық бұл. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдында, оған қайғы жесеңіз. Өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер маушашпақ, 5 дұшманың білсеңіз, тауап еңбек сірің, ой қанағат рақым ойлап қой, 5 асуыз күнсеңіз. Ай, тамаша, Ұлы Абай атамыздың өлеңі мінекей тақтақ етіп айтып берді, эфирімізде бәрекелді. Енді қазір Асылым, енді көбінесе білеміз, отбасыларда қыз балалар әкеге жақын болып келеді. Ал Асылым ше? Асылым өзің айтсын. Кімге жақын? Кімнің мамасысың деген бір, кімнің баласысың деген бір сұрақ бар еді ғой, бала кезде барлығына қоятын. Дәстүрлі сұрақ қой, ол біздің дәстүрлі сұрақ, қазақ. Асылымға да осы сұрақты қойғымыз келіп отыр. Ал Асылым? Айта бер. Анамның дейді. Анамның бала, анам деп айтып жатыр, бәрекелді. Қыз бала анасына жақын, жаңағы енді күнде көреді, не сеп жатқан барлығын қайталайды. Сондықтан өзімді де тәрбиелеуге тырысам бала қарап. Балалардың өздері біз үшін ұстаз дейді ғой. Енді Асылымнан кейін өздеріңізде тағы да жеткіншек бүлдіршіндеріңіз бар, иә? Батырхан 2 жаста, ол қазір. Қазір 2 жаста. Ол енді өзіңізге жақынырақ шығар енді. Болашақта өз қазақи тәрбиемен өсіретін шығарсыз, иә? Арық айтамын, ол өзім туғам деп. Дәл өзім көпем ғой негізі. Байқап отырсақ, қыздарыңызды Арайханым кіші көбірек сізге ұқсайды екен демекші, бәрекелді. Ал енді мінекей отбасылық құндылық жайлы тақырыбымызды мінекей өрбітіп жатырмыз, өздеріңізге алғыс білдіреміз. Алдағы уақыттарда енді бүлдіршіндеріңіздің қызығын көріп, осындай бір керемет тақырыптарда, керемет себептерде жүзесе беруге нәсіп етсін. Міндетті түрде әлбетте мінекей бізде отбасы күні қарсаңында өнерлі отбасымен кездесіп отырғанымыз бекер емес, тәлім тәрбие барлығы осындай ерекше шаңырақтан басталып жатады. Қандай керемет деп мен де айтар едім. Анасы да, әкесі де осындай қазақтың ұлттық аспаптарын көпке үлгі болып отырған жандармен бірге. Құрметті көрермен, бұның барлығы бекер емес. Себебі алда келе жатқан мерекемен сіздерді құттықтағымыз келіп отыр. Осыған орай өздеріңіздің отбасылық құндылықтарыңызды дәріптеу мақсатында алыста жүрсеңіздер отбасыларыңызға хабарласып, осы мерекемен құттықтаңыздар. Ал жақында жүрсеңіздер барлықтарыңыз бір дастархан басында осы мерекені атап өтуге сіздерге де тілектеспіз. Жаңағына кеңес бере кеткендей, бүгін қасиетті жұма. Алда 2 күн демалыстарыңызды ерекше отбасымен бірге ерекше атмосферада өткізіңіздер. Қазірден бастап алдағы демалыстарды жоспарлаңыздар. Бәрекелді. Ал уақытқа қарасақ, құрметті көрермен, сіздермен бірге назарымызды ертіс ақпарат ұжымының ертіс ақпарат жаңалықтарға аударсақ, ендеше өңірімізде қандай жаңалықтар бар екен, бірге білейік. Армысыздар, құрметті көрермен, ертіс арнасының тікелей эфирінде таңғы жаңалықтарды жалғастырамыз. Студияда Дильназ Қуанышбек қызы.
Күні кеше ғана мемлекет басшысының жолдауында жасанды интеллект цифрландыру бойынша әлі де істелетін жұмыстар айтылды. Цифрландыру қазір кәсіпорындарға да келіп жатыр. Мәселен, қаланы жылумен қамтитын ірі орталық ауаға шығатын шығарындыларды енді автоматты түрде өлшейді. Павлодар облыстық экология департаменті өңірдегі кәсіпорындардың аумағында ауа сапасын мониторингілеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Кезекті мониторинг жұмыстары Павлодар энерго акционерлік қоғамында болды. Онда жақында орнатылған автоматтандырылған мониторинг жүйесінің жұмысы таныстырылды. Это современная технология, говорю, да, их в 2024 только у нас монтировали. Бұл заманауи технология 2024 жылы монтаждалып, 2025 жылы іске қосылды. Автоматтандырылған мониторинг жүйесі бұл өндірістік кәсіпорындардан атмосфераға таратылатын шығарындылардың мөлшерін, сапасын, құрамын тәулік бойы автоматты режимде бақылауға мүмкіндік беретін заманауи технология. Барлық аталған деректер еліміздің эмиссия мониторингі ақпараттық жүйесіне жолданады. Жүйе ақпаратты өңдеп, сақтап, талдайды. Автоматтандырылған мониторинг жүйесі параметрлердің өзгерісін бірден анықтап орталық жүйеге жеткізеді. Құрылғы қоршаған ортаға шығатын көміртек оксиді, азот оксиді, күкірт диоксиді, шаң және оттегінің мөлшерін анықтайды. Департамент экологии приехал в Павлодар Энерго для того, чтобы убедиться. Біз бүгін пресс-турмен Павлодар энерго акционерлік қоғамына келдік. Негізгі мақсат автоматтандырылған мониторинг жүйесінің жұмысымен танысу. Мұнда 3 құрылғы орнатылған. 3 жылу электр орталығына келіп көрдік. Оның жұмысына баға бердік. Автоматтандырылған мониторинг жүйесіндегі ақпараттар орталық порталға түседі. Біздің департаментпен ол әр 20 минут сайын тексеріледі. Павлодар энерго акционерлік қоғамы жыл сайын экологиялық шараларға мол инвестиция құяды. Жүйелерді автоматтандыруға, орталықтандыруға көп жұмыс бағытталып жатыр. Самал Қалиқызы, Алексей Михедов, ертіс ақпарат. Биыл Қазақстан мемлекеттік статистикасының құрылғанына 105 жыл. Осы уақыт ішінде сала заман талабына сай дамып, халыққа сапалы әрі ашық ақпарат ұсынатын деңгейге жетті. Облысымызда статистика қызметі өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына қатысты барлық маңызды деректерді жинап, талдау жасап келеді. Бұл мәліметтер аймақтың нақты ахуалын бағалауға және алдағы жоспарларды белгілеуге көмектеседі. Бүгінде статистикалық ақпарат халықаралық стандарттарға сай жүргізіледі. Соңғы жылдары барлық мәліметтер электронды форматта қолжетімді болды. Stat.gov.kz сайты 3 тілде жұмыс істейді. Сондай-ақ пайдаланушылар талдау жүйесі арқылы деректерді график, диаграмма түрінде көре алады. Коллектив департамента в основном состоит из женщин, это около 90%. Департамент ұжымының басым бөлігі әйел адамдар. Қызметкерлердің орташа жасы 46 жас. Статистикалық жұмыстар бекітілген жоспарға сәйкес жүргізіледі. 20-дан астам саланы қамтиды. Елді цифрландыру аясында қазіргі уақытта есептердің 90%-дан астамы онлайн түрде қабылданады. Статистика органдары шығаратын барлық ақпарат электронды форматта, ашық әрі кез келген пайдаланушыға қолжетімді. Мерейтой жылы статистика органдары екінші ұлттық ауыл шаруашылығы санағын өткізіп жатыр. Ол 20 қазанға дейін жалғасады. Органами статистики доступно. 105 жылдыққа орай салада бірқатар игі істер қолға алынған. Мерейтой қарсаңында арнайы кітап пен буклеттер жарық көрді. Халықпен кездесу, ашық есік күндерін өткізуде жоспарланған. Мұндай шаралар қоғам мен сала мамандарының байланысын нығайтады. В преддверии знаменательной даты. Айтулы күн қарсаңында біздің департаменттің мамандары бекітілген шаралар жоспарына сәйкес бірқатар акцияларға қатысты. Кітап сыйлау күні аясында Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы облыстық кітапханаға кітаптар тарту етілді. Сондай-ақ ауыр науқас балаларға көмек көрсету, көпбалалы отбасыларға қолдау білдіру, мектепке жол және қарттарға арналған ізгі істер күні акциялары өтті. Қызметкерлер қан тапсырып, донор бол бастамасына да қатысып, жеңіс күніне орай статистика ардагерлерін құрметтеді. Имени Торайғырова. Алдағы уақытта сала мамандарында спорттық және мәдени шаралар өткізу жоспарда бар. Өңірде жастарға арналған кездесулер, қоғамға пайдалы әлеуметтік жобалар жалғасады. Бұл шаралар мерейтойлық жылды мазмұнды етіп, саланың беделін арттыруға бағытталған. Сабина Жолдаспаева, Дәурен Сыздық, ертіс ақпарат. Ардақты көрермен, әзірге ақпарат осы. Ертіс арнасының күндізгі жаңалықтарында жүздескенше кезекті жаңа күн бағдарламасына берейік. Ертіс ақпарат ұжымындағы барлық әріптестерімізге алғыс. Біздің құрметті көрермендеріміз үшін таңнан бастап жедел жаңалықтарды ұсынып үлгерді. Ал біз болсақ, жаңа күн ақпараттық сазды бағдарламасын өздеріңізбен бірге жалғастырып отырайық. Құрметті көрермен, арнайы құндылықтар мен пайдалы ақпараттарға толы сұхбатымызға бізге көмек көрсетіп отырған отбасымызбен өздеріңізді қайта таныстырсақ, бізде бүгін қонақта Мейірман Байбосынов, Ара Ибраева және де Асылы Манар бүлдіршініміз және домбырашылар отбасысы. Енді өздеріңізді жалғастырып отырайық. Айта
кету керек, қазіргі кезде заман талабына сай отбасылық құндылықтарында бір өзгеріс орын алуда. Өздеріңізде бір ұстанатын құндылықтар негізі және де жас отбасылар, жаңа ғана шаңырақ көтеріп жатқан жандарға қандай да бір кеңес айта кетер едіңіздер? Енді отбасы деген үлкен бір институт қой өзі. Оған немқұрайлы қарауға болмайды. Ол әрқашан жұмыс жасау керек екі адам тарапынан. Ол дегеніміз мысалы бір-біріне қандай да болсын қолдау көрсету, қиыншылықтарда тек қана жақсылықты қуанышта ғана емес, өмірдің ақ мен қарасында бірге жүріп, бірге төтеп беріп дегендей сенім болу керек, бір-біріне деген жаңағындай сыйластық болу керек. Сондай бір үлкен өмір болады. Содан жаңылмай бір-біріне адалдықты сақтап, қол ұстасып бірге өту керек. Адалдықты сақтап, сондай бір алып қосарыңыз бар ма? Енді отан отбасынан басталады. Жаңағы осы отбасының адамдардың бір-біріне деген сыйластығы өте жоғары деңгейде болу керек. Ең бірінші және бір-бірінен әр жағдайда да бір-бірінен әрқашан демеу болу. Көрсетесіздер. Дәл қазір енді сіздерге тағы бір өтінішіміз бар. Көрермендеріміз үшін тағы бір қонақ кәдес жасақ. Рұқсат па екен? Әрине рұқсат. Сіздерге қойсаңыз болады. Бәрекелді. Қандай туындылардан мақсат? Әбдімомын Желдібаевтың Ерке Сылқым. Ай, тамаша. Ал бірге тыңдайық. Тамаша, бәрекелді, ауыз білдіреміз.
студияға келіп біршама осы отбасы құндылығы туралы шынымен де біраз деректермен бөлісе кеттіңіздер. Өз отбасыларыңызда осындай ұлттық өнеге тек қана дами берсін, және осындай балапандарыңыз болашақта өздеріңіздің іздеріңізді басар өнер иелері болсын дегіміз келеді өздеріңізге. Қазір енді мінекей көпке үлгі болар отбасылардың бірі сіздер. Осы отбасыларыңызбен тек қана бақытты күндерде жүздесе беріп, осы бір бақытты жаңалықтармен өмірлеріңіз ұлғаса берсін дегіміз келеді. Ал енді осындай керемет тілектерді сіздерді біздің көрермендерге арнасаңыздар, таңғы тілек, таңғы лебіз, мүмкін сәлемдеме жолдасаңыздар да болады. Енді барша қазақстандықтарды келе жатқан отбасы күнімен құттықтаймын. Отбасыларыңыз аман болсын, дендеріңіз сау болсын. Бастарыңызға қайғы болмасын. Туыстарыңыз аман болсын, тек жақсылық болсын барлықтарыңызда. Жалғастырайық. Ал? Асылым. Мен ата-әжелеріме, ағаларыма, әпкелеріме бәріне сәлем жолдаймын. Ал қазақ еліне тілейтініміз осы бейбіт аспанымыз мәңгілік болсын, әр отбасыда қуаныш шаттық болсын. Дастархан тек жақсылыққа жайылып, осы үлкен дастархандарда ағайын туыстар барлығы тату-тәтті өмір сүре берсін. Тілектеріңізге көп рахмет. Өздеріңізге де алғыс білдіреміз. Алдағы уақыттарда енді тек қана бақытты күндер толы болсын дегіміз келеді. Ал құрметті көрермен, біз болсақ эфирімізді ары қарай жалғастырсақ. Қымбатты көрермен, алда келе жатқан мереке баршаларыңызға құтты болсын. Ал біз болсақ, дәл қазір бағдарлама бел ортасында шағын бір үзіліс келелік. Сосын эфирімізді жалғастырамыз. Қымбатты көрермен, таңғы хабарды өздеріңізбен бірге жалғастыра отырайық. Жаңа күннің төрінде бүгін күннің сөзіне сіздермен бірге зер сала кетсек. Қазақта үлкендеріміз жиі айтатын ырым-тыйым сөздері бар. Алайда олардың барлығына аса мән бере бермейміз. Мәселен, неліктен ақсақалдарымыз босағада отырма деп жиі айтады. Қазақ халқы босағаны киелі орын деп санаған. Егер адам босағада отырса, оның жолы байланады, сәттілігі келмейді деп есептелген. Оған қоса қазақта қонақты төрге шығару дәстүрі де бар екен. Ал босағада отыру кедейлік пен төмен мәртебенің белгісі деп саналатындықтан адамның қадірін түсіретін әдет ретінде қаралған. Сонымен қатар ерлер қауымында босағаның екі жағында тұрып амандасуға болмайды деген сенім де бар. Оның мағынасы салғырттық немесе құрметсіздік белгісі деп есептеледі. Кейбір наным сенімдер бойынша қоштасуды білдіреді делінген, яғни мұндай әрекет адамның үйден алыстауына немесе ұзақ сапарға кетуіне себеп болады деген түсінік бар. Ал тізеңді құшақтама деген тыйым сөздің мағынасы адам болашағына, өміріне қатысты теріс сенімдермен байланысты екен. Яғни тізесін құшақтап отырған адамды жалғыздыққа бейім деп саналған екен. Сондықтан да қазақ халқы да, ақсақалдарымыз да ырым-тыйымды бекер айтпайды. Бұның барлығы наным сенім болып саналатыны рас. Сондықтан бірге зер сала жүріңіздер. Біз де жаңа күннің төрінде барынша осындай қызықты, біле бермейтін ақпараттарды күн сайын таңғы бағдарламада өздеріңізге ұсынамыз. Тағы да қоса айта кетсек, жалпы ырым-тыйым және де осындай бір құндылық сөздердің барлығының мағынасын біз көбінесе отбасымызда біліп жатамыз. Сондықтан да құрметті көрермен, ата-анамыздың, ата-әжеміздің бізге айтқан сөздерін, ақылдарын осы өмірде пайдаланып жүрейік. Оның барлығы біздің ата-бабамыздан қалған мұра ретінде де санауға болады. Дәл осы орайда көрермендерімізге тарих беттерінен сыр шертетін бейнероликтарды ұсынғымыз келеді. Бірге тамашалайық. Аса көрнекті мемлекет басқарушы, көреген саясаткер әрі ержүрек қолбасшы Жәнібек хан. Қазақ хандығының негізін салушы екі ұлы тұлғаның бірі. Арғы аталары Шыңғыс хан, Жошы хан, бергі аталары Орыс хан, Барақ хан. 1456 жылы Дешті Қыпшақта билік басына келген шайбанилық Әбілхайыр ру тайпа көсемдеріне, сұлтандарға қысым жасай бастайды. Хан қысымына шыдамаған Керей мен Жәнібек халықтың бір бөлігін алып, Моғолстанға қоныс аударады. Олар Шу өңіріне орнығып, қазақ мемлекетін құрды. Әбілхайыр ханның қазақ хандығына жасаған 1469 жылғы жорығы сәтсіз аяқталып,
Дешті Қыпшақта Шайбанилық әулеттің билігі жойылды. Жәнібек Керейдің өсиетін орындап, Қазақ хандығы Дешті Қыпшақ аумағына толық билік жүргізе бастады. Әз Жәнібектің тарихтағы рөлін осы жерден анық көреміз. Қазақ тарихында халық әз, яғни әзиз деп екі ханды ғана атаған. Біріншісі Керейден кейін қазаққа хан болған Жәнібек, екіншісі оның ұрпағы әз Тәуке. Әзиз сөзі қасиетті Құранда бәрінен үстем деген мағынаны білдіреді. 16 ғасырдың соңынан 19 ғасырға дейінгі қазақ хандарының бәрі Жәнібек ханның баласы Жәдік сұлтаннан тараған. Олар бірнеше ғасыр билік басында тұрды. Тәуекел, Есім, Жәңгір, Тәуке хандар Жәнібек ханның үрім бұтағы. Күйші композитор Дәулеткерей Шығайұлы, Әбілхайыр ханның шөбересі. Әкесі Шығай 8 жыл Бөкей ордасында хандық құрған. Дәулеткерейді бала күнінен ел билеуге тәрбиелесе де, жас сұлтан биліктен өнерді биік қояды. Дәулеткерей бала кезінде молдадан оқып, мұсылманша хат таныған. Жәңгір ордасындағы басқа балалар тәрізді орысша оқу жазуды да білген. Домбыраны күйші Мүсірәлі Бердіұлынан үйренген. Затаевичтің Бөкей ордасын Венаға теңеуі тегін емес. Дәулеткерей орыс және Еуропа музыкасымен жастайынан таныс болады. Вердидің, Штраустың шығармаларын тыңдап өскен ол, балалайка, гитара мен мандолина аспаптарының да құлағында ойнайды. Дәулеткерейдің алғашқы шығармалары Ақжелең, Қоңыр, Желдірме, Керілме, Ысқырма, Қосышек дейтін күйлері тұрмыстағы әр алуан көріністерді бейнелесе, Ақбала қыз, Көркем ханым, Қаражан ханым, Құдаша, Мұңды қыз, Жұмабике сияқты шығармалары қазақ әйелінің тұтас бір галереясы деуге болады. Өмірінің соңғы жылдарындағы шығармалары халық симфонизмінің тамаша үлгілері саналатын Демалыс, Төндірме, Керілме, Жігер сияқты күйлер. Академик Ахмет Жұбанов Дәулеткерейдің туған жиені Науша Бөкейхановтан күйшінің 50 шақты күйін жазып алған. Қымбатты көрермен, мінекей таңғы эфирді жалғастыра отырайық өздеріңізбен бірге. Мінекей күз айларды келіп жетті, екінші аптасы аяқталып келеді, жаз айлары аяқталғаннан кейін енді күздің өзіндік бір күз екенін көрсетіп жатқаны, иә бір? Иә. Ауа райы жаңбырлы болғанымен, құрметті көрермен, сіздердің көңілдеріңіз ешқашан да жаңбыр да бұлт та түспесін дегіміз келеді. Тек қана күлімсіреп, оның жаңа күнді қосып қойып, таңғы астарыңызды ішуге, және де осылай күндеріңіздің басталуына біз тілекшіміз. Одан бөлек, бүгін өте бір керемет мерекелер тұспа-тұс келген екен. Яғни жаңбырлы күні қандай мереке болуы мүмкін? Қалай ойлайсың? Көбінесе байқа бермеймін, өйткені жаңбырлы күні мереке емес, басқа нәрсеге көп қараймыз ғой. Эмоцияға беріледі. Кейбір кезде күз бір романтикаға бет беретін кезде. Дұрыс айтасыз, себебі жаңбырлы күні осы романтика мен эмоцияны біріктіретін керемет мереке, яғни осы күзгі бәліштерді дайындап, отбасылық шай ішетін күн екен. Сондықтан да құрметті көрермен, жауын жауып тұрған кезде жып-жылы үйдің ішінде тәп-тәтті бәлішке қарап, кофені ішіп отыратын уақыт десеңші. Күзгі бәліш демекші, ең бір керемет бәліштердің бірі таптырмас. Бұл бізде алма бәліш болып табылады. Алма бәлішінің жасайтын өте бір көптеген түрлері бар. Соның ішінде көп тарағаны бұл алма мен яғни корица қосылған бәліш екен. Тамаша. Енді бәліш туралы айттық, күз айларында баршамызға белгілі, иә? Бұл жерде денсаулық күтіміне де аса мән берген жөн. Мәселен, жаз айларында енді білеміз, күннен қорғану керек деп айтып жатамыз. Бірден осындай жылы ауа райынан
салқын ауа райына көшкен кезде бұл енді бет күтімі, тері күтіміне әсер ете ме? Қалай ойлайсың, Салтанат? Иә, дұрыс айтасың. Жаз айларында біз ыстықтан қорғансақ, бұл жақта біз әрине де салқын желден қорғанатын боламыз. Желдің бірақ та бет терісіне беретін әсері бір, сондықтан да әрқашан SPF құралдарын, SPF кремдерін сіздер жаға жүріңіздер, себебі бұл сіздердің бет терісінің көбірек сақталуына, өзіндік бір нәрін сақтауына көптен көмегін тигізеді. Сондықтан да одан бөлек кешке қарай өте бір күтімге де көп көңіл бөліңіздер, себебі күнделікті ауыр жұмыс немесе бір күннің нәтижесінде теріңіз шаршап қалуы да мүмкін. Яғни қандай мезгіл болмасын, барлығында да денсаулыққа зер салып күтім жасаған жөн. Міндетті түрде қадірменді көрермен, ал мен енді жігіттер қауымына да кеңес бере кетейін. Күз айы келген кезде, енді жаздан сәл бет алған кезде біз спортты тастап кететін кездер жиі болып жатады. Бұл суықтың әсері секілді, жалқаулығым ұстап жатады ғой. Дегенде қайта көбінесе байқап жатамыз, осындай күзгі ауа райында, салқын ауа райында жүгірген денсаулыққа қайта пайдалы болып келеді екен. Бәрекелді. Ендеше құрметті көрермен, осындай пайдалы ақпараттарды өздеріңіз өмірлеріңізде қолдана жүріңіздер. Ал біз болсақ сіздерге ұсынудан шаршамаймыз. Бұл жаңа күн, ал бүгінгі жаңа күн өз мәресіне жетті. Сіздермен қоштаспаймыз, тек қана келесі кездескенше дейміз. Сіздермен бірге болған жүргізушілеріңізбен Байтұрсын Жұмабай және әріптесім Салтанат Бауыржанқызы әр таңда берекемен аттарыңыздар. Алдағы демалыстарыңыз тек қана сәттілікке толы өтсін. Аман сау бола беріңіздер.